қаза бермесін. Неме, біреу келеді, анадан алып былай қазады. Горакиматқа заявление жаздық. Не деген сұмдық білмеймін. Китайский кварталда тұрған адам сияқтымыз. Жунгледа китайский кварталда тұрған сияқтымыз. Менің өзім міне коляскамен жүру невозможно. Халық айтады да, неге біз 3 жылдан бері асфальтсыз жүруіміз керек дейді. Хотя налог төлейді. Бәрі орынды. Мына тұрған айнабұлақ қой, тиіп тұр, қаланың іші деп қояды. Асфальт төселгеннен кейін 1 жылдан кейін тағы қазған. Мынау міне канализацияға деп тағы бір қазды. Одан міне тоқтартамыз деп тағы бір қазып кетті. Мына жерді қайттан қазу керек болды ғой. Енді бұл кісілердің су тапшылығы бар ғой. Соны біліп тұрып, неге сен қайта қазып қайта бассыңдар? Жауап бере алмайсыз ба, айта алмайсыз ба, құпия ма? Жауап беремін. Бұл жерде бірнеше қарама-қайшылық туындап жатыр. Енді жасап береміз ғой енді. 10 шақты адам болып, қаншама рет барып приемында болды. Горакиматқа заявление жаздық. Не деген сұмдық білмеймін. Мынау біз деген бір тауда тұратын жабай адамдар сияқты. Қалада тұрсақ та қыстақтың күйін кештік деген көпшілік көшесінің қазылып, сол күйі қайта көмілмегенін айтады. Сөздерінше, кәріз құбырын тартқан кезде жүрер жолдарының астан-кестеңі шыққан. Кейін уәде бергіштер де келіп, сөзбен сурет салып кеткен. Қаза бермесін. Неме, біреу келеді, анадан алып былай қазады, біреу келеді, былай қазады. Дұрыс емес қой. Анау күні ит қалды, елдің бәрі жүре алмай қалды. Не мәшіне жүре алмайды, өзі тар көшені одан тар тастады. 1995-тен бастап осы жерде тұрамыз. Осы жерде келгенде не свет жоқ, не су жоқ, не асфальт жоқ болған. Әйтеуір өздеріміздің күшімізбен, әйтеуір чуылдатып жүріп асфальт салдық. Елдің бәрі әйтеуір су тартып алдық. Канализацияны тоже өзіміз жасадық. Енді кейінен өкімет жасаймыз деп келіп, міне 23 жылы мен операция неге түскенде, ампутацияға түскенде, бұлар қазып өлгенде әрең көтеріп үйіме әрең апарған. Мына жердің бәрін ит тастады. Например, одан бері қанша жыл болды. Не анау емес, қанша акиматқа барып жатыр, қанша неге барып жатыр. Бір нелер жоқ. Алматының ортасында отырмыз. Міне Айнабұлақ міне бізді. Енді как будто біз ана кешалақта отырған адам сияқтымыз. Енді жолымызды жасап, канализацияны жасасын, суымызды жасасын, жаңағы мына акиматына тазалық бойынша олар келіп шөбін несін бір мезгілден жан-жағын тазалап кетуге олар міндетті ғой. Деген сұмдық былай қарап отырсаң. Балаларымыз міне мектепке барады. Менің өзім міне коляскамен жүру невозможно. Bir тасты төсек қойды ана. Жаңаның өзінде әрең итеріп алып келді. Осыдан тұп-тура 3 жыл бұрын дәл осы тақтайдай тегіс тас жол мынандай құбыр қазылғаннан кейінгі аянышты халге түскен. Ал мұндағы тұрғындар тегіс жолымызды қайта қалпына келтіріп беріңдер десе де, ол талап әлі орындалмай келеді. Тұрғындар өтініш шағымдарымыз тиісті орындарға жеткенімен нәтиже жоқ. Сондықтан амалымыз қалмай бақ өкілдеріне жүгіндік деп отыр. Біздегі қазіргі өзекті мәселеміз жол мәселесі бірінші очередь, екінші очередьте су мәселесі болып тұр. Бізге осы 15 жыл күткен асфальтымызды осы бір 5 жыл ғана несін көрдік ау деймін. 5 жылдан кейін келіп міне қазып кеткен. Осы қазылған күйі тұрғанына міне 4-ші жылға кетті. Бұл енді өзіміз кішкене не жасап қойып едік, ана жол кабель келеміз деп тағы қазып кетті. Асфальт төселгеннен кейін 1 жылдан кейін тағы қазған. Мынау міне канализацияға деп тағы бір қазды. Одан міне тоқтартамыз деп тағы бір қазып кетті. Көшеміздің үйісіп жатқанына 4-ші жылға кетті. Енді біз осы Жетісу ауданының әкімінен сұрайтынымыз, біздің осы келіп канализацияға деп қазған жерді жөндеп, асфальтымызды жөндеп берсе, осы биылдан қалдырмай канализациямызды қосып берсе. Өркениеттен ада, мәдениеттен мақұрым қалатын болдық деген қала тұрғындары Алматының Айнабұлақ секілді дамыған ауданына 2 аттам жерде тұрсақ та, көшемізді даулап әлекпіз дейді. Бізден как будто бір китайский кварталда тұрған адам сияқтымыз. Жунгледа китайский кварталда тұрған сияқтымыз. Мен осы жерге көшіп келгеніме 26 жыл болды. Міне 26-тан бері көріп қатамыз, осы қорлық, осы не? Осындай шаруашылық. Жаңа мен алдында айтқан кісілердің бәріне қосыламын. Ол чисто 100% шындық бұның бәрі де. Действительно шындады. Мына жерде қанша міне көрдіңіз ғой, міне коляскада жүреді, балалар бар, мүгедек балалар бар. 10 адам бір үйде жоқ дегенде 5 баладан бар. Дейді, қар жауса, ойық-шойқыш, жаңбыр жауса, ойық-шойқыш. Действительно қайта жеріміз қаза береді. Ең бірінші біздің мақсатымыз мына жолымыз түзелсін.
бір қазғанша 99 рет қазбай, біресе анау деп қазды, біресе мынау деп қазды, анау деп қазды. Сонымен бірге осы қазған кезде біздің суымызды түсіріп берсін, самый главный. Суды үйтіп, бүйтіп, әйтеуір түсіріп алды өзіміз керек болғаннан кейін. Өзімізге керек болғаннан кейін сөйтіп қосып алды өзіміз. Ендіге түсіріп кетті, уже 3 жыл болды, 4 жыл болды, әлі жоқ, ешқандай жоқ. Енді келді өткендегі Жесу ауданының зам әкімі келді. Бізге үйіп төгіп, уәдені беріп кетті. Сосын тағдырыңыз, қауіпсіздік па? Мінеке мынаны алсын, мінеке. Мынау бір күні басымызға түседі, мінеке. Мынау темір. Суын өзі тартып алып, жолына жағдайы жеткенше тас төккен тұрғындарға мынау бос тұрған тонна темірде бәле болған, бұрындары су жинаған темір ыдыстың қазір қауіптен басқа берері жоқ. Осы жерде 45 жыл тұрам мен. Ең бірінші келген мен едім. Міне содан бері әлі ешқандай ештеңе өзгеріс жоқ қой бұл жерде. Мына тұрған қайда болақ қой, тиіп тұр, қаланың іші деп қоятын. Ауыл бізден жақсы. Мысалы, ауылға барсақ, ауылда барлық светтер де бар, жаңағы вайпайлар да бар, суларында тартып жатыр. Любой ауылға бардық, біз көріп жүрміз. А мынау не деген сұмдық, ауылдан армандар. Көп ұзамай көшеге тазалық жасайтындар да келе қалды. Мезгілімен келіп, қоқысты теріп кететін қызмет шығар десек, дүймел былай дейді. Мына көшеге, шөпке, мынандай тазалыққа бірінші рет келіп отыр. Қара пакеттегі строительный зат емес, ол шөпті жылып қаптап қойған, соны алмай кеткен. Қазір тазалап бәрін аламыз деп отыр ғой. Иә, енді сіздерге көсім келіп отырған шығар. Ашулы жұрт алдына әкімдік өкілдері де жетті. Олардың айтуынша бәрі құжаттағыдай жасалып жатыр. Бірақ бір қатар қиындық туындап, жұмыс кешеуілдепті. Қазір бұлар абонент сеттерін бәрін тартып алсын, уже содан кейін сразу асфальтқа подготовкасын жасап, уже Құдайға қаласа айтып тұр ғой енді, шілденің аяғына дейін жасап беремін, асфальттың бәрін төсеп шығып кетемін деп тұр сіздердің учаскелеріңізден. Енді қараңыз, тағы мынандай қызық болайын деп тұр. Мына кісілер бітіреді. Одан кейін жаңағы сіздің құбырыңыздың бас жоспары қайттан іске өнетті, мына жерді қайттан қазу керек болды ғой. Енді бұл кісілердің су тапшылығы бар ғой. Енді өздері бұл кісілерге қазір біз асфальт төсемей келесі жыл проект жасап, келесі жылға дейін күтіңіздер десек, ол күтпейді ғой енді халықта. Соны біліп тұрып, неге сен қайттан қасып қаденті бассыңдар? Сіздер де о жағын дұрысынан алдында да сіздер айттыңыздар, құрсын, суы құрсын, күтеміз, асфальт төсеп берсе болды деп айттыңыздар ғой. Енді жасап береміз ғой енді. Міне мердігерлік ұйым келдік қой, бұған дейін де 2 рет келдік қой, зам әкім келді менен кейін де. Сіздер енді жұмыс бастаймыз деп айтып тұрдық қой енді. Арызын айтқан азаматтар қазір әкімдік өкілін ортаға алып, барлық мәселені жіпке тізіп беріп жатыр. Бұл жерде бірнеше қарама-қайшылық туындап жатыр. Яғни жоспар бойынша кәріз құбырын жүргізетін компания өзіне белгіленген мөлшерде жұмысты істеп жатырмыз деп ақталды. Ал алдағы уақытта құбыр мәселесі, яғни ауызсу мәселесі туындайтын болса, ол кезде тас жолды тағы да тесу керек деп айтып отыр. Енді бұл сетқа 2 жыл болды ғой салғанымызға. Мына районда жалпы жасап жатырық. Сол үшін де система дұрыс жұмыс жасау үшін біз су жіберіп, тексеріп қарауымыз керек. Біз ертең асфальт төсеп қойып, бұл жақта қайттан система дұрыс емес болса, олай да дұрыс емес болады. Сол себепті осы маусым айының соңына дейін абоненттік жұмыстар аяқталады, және де проверкалап, пролив жасап, толықтай содан соң былай айтқанда соңына дейін апарамыз. Содан соң июль айында тек асфальтный восстановлениеға кірісе бастаймыз. Июльдің соңына шейін, Құдай қаласа, мына магазин тұр ғой сіздерде, сол жерге дейін асфальт жүріп береміз. Неге 3 жылдан бері бұл әлі тексерістен өтпеді? Неге жатыр? Аха, сізге түсініктіре ету. Халық айтады, неге біз 3 жылдан бері асфальтсыз жүруіміз керек дейді. Хотя налог төлейді. Бәрі орынды. Неге десеңіз, біздің проект 3 жылға дейін жоспарланған. Сондықтан да былтыр 25 жылы бізде проектта көптеген автор дейді ғой, көптеген неучтенный моменттер болды, жаңағыдай наложение дейді. Одан бөлек қосылмай қалған көше переулоктар бар. Сол себепті былтыр біз толықтай корректировкаға кірдік. Сол себепті былтырғы жыл былай қарағанда жұмыс атқарған жоқпыз. Жалпы бюджет қанша? Бюджетті мен сізге жауап бере алмаймын. Жауап бере алмайсыз ба, айта алмайсыз ба, құпия ма? Жауап бере алмаймын. Естігендеріңіздей, есі шыққан елге 2 айда ептеп береміз деген жауапты маман сабырға шақырды. Бірақ онсыз да 3 жыл күткен елдің шыдамы жете қояр ма екен? Белгісіз, бірақ белгілісі, егер кәріз құдығы түсіп, жобаны басы дауға қалған компания аяқтаса да, келер жылы басқа компания көшені қайта қазуы мүмкін. Ал бұл шырғалаңның шешімін әзірге
ешкім шеше алмай отыр.